Жантақ өсімдігінің емдік қасиеттерін халқымыз ерте заманнан пайдаланып келген. Біздің оңтүстік аймақта өсетін жантақ түйеткен деп те аталады. Оның себебі түйе малының ең сүйіп жейтін шөбі болғандықтан, немесе верблюжья колючка деп те атап жүр. Осы бір жантақ шөбінің тамыры да, оның сабағы мен масақтарының да емдік қасиеттерге мол. Жантақ өсімдігінің құрамында С витамині, каротин, эфир майлары, сапонин заттары, қант суда еритін органикалық заттар, С және К дәрумендері, бояғыш заттар және шайыр кездеседі. Медицина саласында жантақтың жер бетіндегі бөлігі пайдаланылады. Жантақ сабақтарын құрғатып, ұнтақ күйінде дәрілік препараттар жасайды. Жемісі мен тамырынан дәрі-дәрмек өндіреді. Жантақтың іш жүргізетін, несеп айдайтын, тер шығаратын, өт жүргізетін және қабынуға қарсы әсер ететін қасиеттері де бар. Жантақ өсімдіктерінің жапырақтары мен бұтақтарынан жасалған тұнбаны жөтел басатын дәрі ретінде және бүйрекке, қуыққа, тас байлағанда пайдаланады. Осы бір жантақтың тамырынан жасалатын дәрілер геморрой түйінділерін, дене сыртындағы жарақаттарды емдеу үшін қолданылады. Жантақтың жаңа гүлденген кезінде гүлін жинап алып, суға қайнатып, асқазан ішек ауруларына қарсы ішеді. Жантақтың тамырын да суға қайнатып, тізе буын ауруларына, жүрек соғысы нашарлағанда және тамақ ауруларында ем ретінде пайдаланады. Олай болса, осы бір жантақтың қандай емдік қасиеті бар? Осыған орай мына бір оқиға есіме түсіп тұр. Жантақтың гүлдеп жатқан кезі, оны ауыл тұрғындары малдың қыстық азық ретінде пайдаланатыны белгілі. Ал емдік қасиеті туралы біреу білсе, біреу білмес. Осыдан бірнеше жыл бұрын менің өтім толап қала беретін, асқанан қызылдайтын да қалаған нәрсемді жей алмайтын едім. Тіпті кей кезде астың сіңуінің өзі қиынға соғушы еді. Дәрігерге көрініп, үнемі дәрі қабылдаумен жүретінмін, бірақ дәрі ішуден, укол салдырудан да адам шаршайды екен. Өтім толып, аузыма ащы запыранның дәмі келіп, қиналып отырғанымда үйге көптен бері келмеген бір ағайымыз келіп қалды. Мазамның болмай отырғанын кіржиген қабағымнан байқаған ол кісі, бір жерің ауырып отыр ма? Деп сұрады. Мен ас қорыту жолдарымның дұрыс емес екендігін айтып едім. Ол дәл қазір жантақтың гүлдеп жатқан кезді, соны көп қылып орып әкеліп қойда, майдалап турап шай секілді демдеп ішіп жүр, аттай болып кетесің, деді. Туысымыздың жасы ұлғайып қалған кісі еді, сөзіне сенер-сенбесімді білмедім. Қарттықтың бірдеңені шатастырып айтып қалса, бекерге уланып қалармын деп қорықтым. Сөйтіп ол кісіге мақұл деп бас изеген болмаса, айтқанын орындай қойғаным жоқ. Біраз уақыттан кейін әскерде бірге болған дос жігіт көшеде кездестіріп қалдым. Қала сыртында саяжайы барын айтқан ол мені сонда қонаққа шақырды. Бардым. Таза ауамен тыныстап, есік алдындағы қауызында шомылдық. Досым кәуап әзірледі. Әйелі ет асты. Дастарханды тәтті-тәттілерге толтырып қойды. Көкөністерден жасалған салаттардан ауыз тиіп, еттен жасалған тағамдарды түртіп қана қойғаным болмаса, еш нәрсе жей алмадым. Еш нәрсе жемей отырғанымды байқаған досым менің ауырып отырғанымды сұрады. Мен оған ауырып отырғанымды айтып едім, ол маған күле қарап, сен қорықпай жей бер, мен оны сіңдіретін нәрсе табамын, деді. Мен арақ құяйын деп отырған сек шығар деп ойлап қалдым. Шыны керек, арақ жақпайтын. Сонымен досым маған күштілеп кәуапты де, бес бармақты да барлығын жегізді. Бірер сағаттан кейін әйелі ішімнің ауырып отырғанын байқап, шай дәмдеп алып келді. Дәмі өзгешелеу екен. Ішіп отырмын, қандай шай деп сұрауға ұяламын. Не керек қанша күшті тамақ жегеніммен, сол күні мен түнде тыныш ұйықтадым. Запыран да мазаламады. Асқазаным да қыжылдаған жоқ. Ертесіне қайтып бара жатқанда досым құтыға салынған бірдеңе білді. Не екенін сұрағанда ол, бұл сені ауруынан айықтыратын нәрсе. Күніге осыны бір шай қасық, бір стакан қайнаған суға құйып іше бер, жақсы болып кетесің, деді. Әрі қарай қазбалап сұрауға ұялып кете бардым. Үйге келген соң досым берген шөпті үзбей айға жуық уақыт іштім. Шынында да жағдайым түзеліп қалды. Бұрынғыдан мазам қашпайтын болды. Емдік шөбі таусылған соң досыма қоңырау шалып, өткенде берген шайың таусылғанын айтып, тағы бар ма деп сұрап едім, ол кеңкілдеп күліп, соның не екенін байқамадың ба? Кәдімгі жантақ қой, соны гүлдеген кезде орып ал да, көлеңкеде кептіріп, ұнтақтап, шай қылып іше бер, бойыңда ауру да қалмайды, деді.
Содан бастап жас шықса жантақ жинап алатын болдым. Сөйтіп оны шай ретінде ішіп жүремін. Құдайға шүкір, денсаулығым 100% жақсарып, өзім жасарып кеттім деуге болады. Жантақтың тамырының суыққа қарсы ыстық түсіретін, жөтелді басатын, жараның аузын шиыратын, зәр айдайтын, іш қатуын болдырмайтын қасиетке иелері де бар. Ол геморройды да жақсы емдейді. Ем ретінде жантақ тамырын пайдаланатынын ұмытпаңыз. Іші қатып ауыратын адамдар жантақтың алдын ала кептіріп ұсақталған тамырын 2 шай қасыққа 1 стакан қайнаған су құйып 7 минут қайнатады. Қараңғы жерде 30 минуттай тұндырып суытады. Сонан соң осы қайнатпаның бәрін аш қарынға бірден ішіп қою керек. Ішті жақсы жүргізеді. Ал жатыр мойынның эрозиясы, іріңді отит және геморрой аурулары кезінде жантақ ваннасын қабылдау керек. Ол үшін жантақтың 4 ас қасығын 500 мл қайнаған су құйып, оны 2 сағат жантақтың осын тұндырып қояды. Сонан соң онымен ауырған жеріңді жуады. Жантақтың осында емдік қасиеттері де бар, дегенмен оны пайдаланбас бұрын емдеуші дәрігердің кеңесін алғанымыз дұрыс екенін ұмытпаңыз. Барлықтарыңызға ем болсын.